Өмірге көзқарасыңызды өзгертетін 3 шешім. Энтони Роббинс. Үнемі ашушаң не бақытсыз болып жүруден жаманы жоқ. Әсіресе бай адамдар үшін. Мұндайды ақтайтын бірде-бір себеп жоқ, сеніңіз. Дегенмен, мұндайды мен күн сайын көрем. Бұл құбылыстың себебі біреу ғана тым ретсіз өмір сүру. Тым көп нәрсені күту. Қолда барын лайықты бағалай алмау. Қолда барды бағалай алмасаңыз, тағдырға сол үшін риза болмасаңыз, өміріңізге ешқашан көңіліңіз толмайды. Өмірді қалай реттеуге болады? Жетістікке жетіп, қажеті не? Егер жетістік өміріңізді хаосқа айналдырса. Мен 40 жыл бойы адамдарға дұрыс өмір сүруді үйретіп келе жатырмын. Өзім сабақ берген адамдардың тізіміне қарап кеудемді мақтаныш кернейді. Олардың арасында жер бетіндегі ұлы азаматтар мен әйелдер бар. ақш президенттермен қатар жетістікке жеткен кәсіпкерлер мен ірі компания иелерімен де жұмыс жасадым. Сонымен не айтпақпын? Осы уақыт ішінде түсінгенім, өмірінің әр сәтінде әр адам қабылдайтын 3 шешім бар. Соның арқасында оның өмір сапасы өзгеріп жатады. Егер бұл шешімдерді түйсік түрінде қабылдасаңыз, онда жер бетіндегі көп адамның кебін киесіз. Тәні сымбатты емес, көңіл күйі мәз емес, көбінесе бір тиыны жоқ кедей боласыз. Егер бұл шешімдерді саналы түрде қабылдасаңыз, өміріңізді бүгіннен бастап өзгертесіз. Бірінші шешім. Не нәрсеге ынта қою керегін мұқият таңдаңыз. Өміріңіздің әр сәтінде сіздің назарыңыз үшін миллион түрлі зат таласып жатады. Сізде таңдау бар. Сіздің келешегіңізді өзгертетін дәл қазір осы сәтте болып жатқанға ден қою. Не өткен өмірде болып кеткен нәрсеге көңіл бөлу. Бір нәрсеге ден қойған соң, соған бүкіл күшіңіз жұмсалады. Неге ден қойсаңыз, соны қалай жасасаңыз, бұл келешегіңізді айқындайды. Назарыңызды неге аударасыз? Қолда бар дүниеге ме, әлде жетпей тұрған затқа ма? Екеуіне де мән беріп отырғаныңызға сенімдімін. Күнделікті ойыңызға мән берсеңіз, уақытыңыздың көп бөлігі соның біріне ғана кетіп жатқанын байқайсыз. Қайсысына? Егер уақытыңыздың көбі қолда жоқ дүниеге кетіп жатқанын түсінсеңіз, сізден гөрі қаржылық жағдайы артық адамдардың өмірін қызғануға көшсеңіз, бәлкім қолда бар құндылықтарыңызға арасында ақшаға қатысы жоқ, байлығыңызға разылық білдіріп қойғаныңыз жөн болар. Денсаулығыңыз, отбасыңыз, достарыңыз, мүмкіндіктеріңіз бен саналы ақыл бар болған үшін алғыс айтқаныңыз абзал. Қолда барды бағалап үйренгенде, сіз эмоционалды тұрақтылық пен байлыққа бастар жаңа деңгейге көтерілесіз. Сол алғысты ақылмен, тәнмен, жүрекпен, жанмен сезінуге тырысыңыз. Себебі шын қуаныш, бақыт, өмірге ризашылық соның астарында жатыр. Енді назарыңыз ауған екінші жаққа қараңыз. Назарыңызды көбіне неге аударасыз? Өзіңіз қадағалай алатын не сіздің бақылауыңыздан тыс дүние ме? Егер тек қадағалай алатын дүниеге назар аударып жатсаңыз, өміріңізге тек күйзеліс тартасыз. Өміріңіздің көп жағдайын қадағалауға құдіретіңіз жетеді. Алайда сіз де, басқа да өмірді бүтінде қадағалай алмайды. Осы ойды қажетті бағытқа бұрсаңыз, келесі шешімге өтуге болады. Екінші шешім, бәрінің мағынасын түсінуге тырысыңыз. Өміріңізге қатысты не сезінетініңіз, айналаңызда болып жатқан құбылыстарға
қаржылық жағдайыңызға, басыңызға, не күн туғанына, не болмаған жағдайға еш қатысы жоқ. Өмірдің сапасы ең біріншіден болып жатқан дүниеге қандай көзқараспен қарайтынымызға байланысты. Көп уақыт бойы әр жағдайға мән мағына беретін түйсігіңіздің сіздің өмірге қаншалықты әсер ететінін білмеуіңіз де мүмкін. Өмірдің қалыпты тізбегін бұзатын жол апаты, денсаулыққа қауіп, жұмыстан шығып қалу тағы басқа жағдай бола қалса, мұны өмірдің басы не аяғы деп ойлайсыз ба? Егер біреу сізбен ұрсып қалса, одан не түсінесіз? Себепсіз кемсіту ме, әлде құнды сабақ па? Егер тағдыр қатты сынаса, бұл ненің белгісі? Құдіретті күш сізді белгілі бір нәрсе үшін жазалауы не сынауы ма? Бәлкім, бұл мықты болу үшін берілген бір мүмкіндік шығар. Сіздің өмір сіз көргіңіз келетіндей болып өзгереді. Оған қандай мағына беруді де өзіңіз шешесіз. Түрлі көңіл күйге ерік бересіз. Соның бәрі өміріңізді де өзгертеді. Сіздің өмірді қалай сүруіңізді де өзгертеді. Семинар жүргізген кезде ылғи сұраймын. Антидепрессант ішсе де, күйзелістен құтыла алмаған адамдарды білесіз бе? Әдетте 85 пен 90% қатысушылар мақұлдап жауап береді. Неге деп ойланып көріңізші? Дәріні әдетте емделу үшін ішпей ме? Алайда тек антидепрессанттар да қарсылықтары деген жерінде өз-өзіне қол жұмсау туралы ой тудыруды ықтимал деп тұрады. Адам антидепрессант ішсе де, ол уақыты мен назарын қадағалай алмайтын дүниеге жұмсай берсе, күйзелісті антидепрессант та тоқтата алмайды. Болып жатқан жағдайды өмір атқора, өмір сүріп керек емес деп бағаласа, бұл көңіл күйді бірде-бір антидепрессант жеңе алмас. Басына күн туғанда, сол адам өмірлік жаңа мақсат тапса, ары қарай өмір сүруге итермелейтін себеп тапса, не болған дүниенің бәрінің бір пайдасы болады дегенге сенсе, оны ешбір бақытсыздық күйзелтпейді. Ол одан шыңдалып, мықты болып шығады. Адамдар әдеткі ұмтылыспен мағынаның қақпанынан құтылып, қашып шыққанда ешбір шектеу болмағанын түсінеді. Өз өмірін қалауындай сүруге қақысы барын түсінеді. Назарыңызды аударатын нысанды өзгертсе, өмірді қабылдау бұрышын ауыстырса, бұл сіздің тәннің биохимиясын дұрыс бағытқа бірнеше минутта өзгертуі мүмкін. Сондықтан өз өміріңізді бақылау құқығын өзіңізге қайтарыңыз. Есіңізде болсын, өмірді қабылдау көңіл күйге тең, көңіл күй өмірді қабылдауға тең. Саналы түрде көргендікпен таңдаңыз. Кез келген жағдайдың жарқын жағын іздеңіз. Сонда күтпеген байлыққа кенелесіз. Терең мағыналы байлықты айтып тұрмын. Өмірді дұрыс қабылдап үйренгенде, бұл өзгеріс жаңа көңіл күй тудырады. Соның салдарынан жаңа шешім қабылдайсыз. Үшінші шешім. Не істеу керек? Сіздің жасаған әрекетіңіз қазіргі көңіл күй ауанына тәуелді. Ашулы кезде өзіңізді көңілді не бірдеңеге қарсы болғандығынан басқаша ұстайсыз. Әрекетіңізді белгілі бір бағытта жұмсаңыз, соған жетудің қарапайым тәсілі лайықты мақсатты таңдап, көңіл күйіңіз сізді шектеп емес, күш беретіндей өзгертуге тырысыңыз. Әр адам үшін көңіл күй жекелей тәуелді. Бір адамды ашу көзсіз етеді, кері шегіндіреді, басқа біреуге күш беріп, алға жүруге ынталандырады.
кей адам ашуын тыныш, бейбіт көрсетеді. Біреулер айқай шу шығарып даң қылады. Біреу өз ықтиярымен басады, салқын санамен дауда жеңіске жету үшін тынышталады. Немесе кек алу мүмкіндігін өзіне қалдырады. Бұл әдептің моделін қайдан аламыз? Мұның бәрін басқа адамдардан түйсік көшіріп алады. Кімді жақсы көреміз, сыйлаймыз, содан көшіреміз. Біздің ашуға тиетін, ашуландыратын адамдарды қайтеміз? Көбіне олардың әдеп моделін мойындамай жүреміз. Бұл адам бізге ұнамайды дей саламыз. Алайда мойындамау тым жиілеп кететінін байқау қиын емес. Неге бұлай болады? Адам ашуланғанда, қайғырғанда, өзін жалғыз сезінгенде қандай күйге түсетінін байқап отыру өте маңызды. Байқамаса, адам соның бәрін өзгерте алмайды. Ал енді шешімдер туралы білгенде, олар сізге қандай билік жүргізетінін білгенде, өзіңіз еліктегіңіз келетін адамдарды іздеуіңізге болады. Сіз арман еткен өмірді сүріп жатқан адамдарды табыңыз. Сізге айтарым, бір-бірімен ұрысып, қырылысып жататын адамдарға қарағанда, сабырлы, жұмсақ қарым-қатынас орнататын адамдар әлде қайда толыққанды әрі бай қуатты өмір сүреді. Себебі, олар өмірінің мәні неде екенін анық біледі. Осы мақаланы оқысаңыз, мұндайға сіздің де шамаңыз жететінін білдіңіз. Жоғарыда атап көрсеткен шешімдерге адамдар қаншалықты әртүрлі көзқарас ұстанатынын білсеңіз, сіз міндетті түрде өз өміріңізге позитив өзгеріс енгізетін жолды табасыз.